Адам баласы өмір бойы біреуді кінәлауға, біреуден мін іздеуге бейім келеді. Мені түсінбеді, маған көмектеспеді, жолымды кесті деп сырттан жау істейміз. Бірақ өмір көрген ата-әжелеріміз бір ауыз сөзбен шындықты айтып кеткен. Адамның ең үлкен жауы өзінің нәпсісі мен әлсіздігі. Расымен де адамды сүріндіретін көбіне сыртқы жау емес, ішкі дүние. Ашуға ерік беру, жалқаулыққа салыну, қызғанышқа берілу, міне, осылар адамды биіктен құлатады. Қанша ақылды, қанша дарынды болса да, өзін жеңе алмаған адам өмірде көп нәрседен құр қалады. Ата-бабаларымыз бекер айтпаған, өзіңді өзің жеңбей, өзгені жеңе алмайсың. Бұл сөздің мағынасы терең. Адам ең алдымен өз бойындағы жаман әдеттермен күресуі керек. Сабырсыздықты сабырмен, жалқаулықты еңбекпен, ашуды ақылмен жеңу қажет. Көпті көрген қарияларымыздың әңгімесіне құлақ ассақ, олар ешқашан біреуді жамандап отырмайды. Керісінше, бәрі өзіңнен басталады дейді. Мысалы, бір ата немересіне былай деп өсиет айтқан екен: балам, өмірде жолың болмай жатса, алдымен өзіңе қара. Мүмкін сен дұрыс әрекет жасамаған шығарсың. Бұл шындық. Себебі адам өз қатесін мойындамай, оны түземейінше алға жылжи алмайды. Тағы бір даналық сөз бар: жау сыртта емес, жау іште. Бұл жерде айтылып тұрған ішкі жау нәпсі, тәкаппарлық, көре алмаушылық. Осылар адамды іштей жеп, ақыры өмірін қиындатады. Кейде адам өз бақытына өзі кедергі жасайды. Қорқыныштан, сенімсіздіктен, немесе еріншектіктен мүмкіндікті жіберіп алады. Әжелеріміз жиі айтатын: сабыр түбі сары алтын. Сабырсыз адам асығыс шешім қабылдап, кейін өкінеді. Ал сабыр еткен адам уақыт өте бәрінің орнына келгенін көреді. Бұл да өзіңді жеңудің бір жолы. Өмірлік тәжірибеде көп кездесетін бір жағдай бар. Адам біреуге ренжиді, соны ойлап, өзін қинай береді. Бірақ сол арқылы ол тек өзіне зиян келтіреді. Сондықтан дана халқымыз тек сақтама, жүрекке салмақ салма деп үйреткен. Өйткені ішкі тыныштық адам үшін ең үлкен байлық. Қанағат қарын тойғызар дейді. Қанағатсыз адам ешқашан бақытты болмайды. Ол үнемі біреумен салыстырып, өзін төмен сезінеді, немесе қызғанышқа бой алдырады. Ал қанағат еткен адам барымен бақыт табады. Сонда шын мәнінде адамның басты жауы кім? Ол өзіндегі әлсіздік, жаман әдет, теріс ой. Егер адам осыны түсінсе, өмірі өзгере бастайды. Себебі сыртқы жағдайды өзгерту қиын, ал өзіңді өзгерту өз қолыңда. Ата-бабаларымыздың барлық өсиеті бір-ақ нәрсеге тіреледі. Адам ең алдымен өзін тәрбиелеуі керек. Өзін жеңген адам шын жеңімпаз. Өзін таныған адам дана. Ал өзіне ие бола алған адам бақытты. Сондықтан егер бір күні менің ең үлкен жауым кім деген сұрақ туындаса, айнаға қарап көр. Жау да, дос та өзің. Адам өзін танып, өз бойындағы әлсіз тұстарын мойындай бастағанда ғана шынайы өзгеріс басталады. Өйткені ең қиын күрес ішкі менмен күрес. Көп жағдайда адам өз қателігін мойындағысы келмейді. Себебі нәпсі оған сен дұрыссың деп сыбырлайды. Бірақ дана қарияларымыз қателігін мойындаған адам жартылай жеңген адам деп бекер айтпаған. Өмірде кейбір адамдар неге үнемі бір қиындыққа қайта-қайта тап болады? Себебі олар себепті сырттан іздейді, ал шын себеп өз ішінде жатады. Біреу жалқаулығынан, біреу сабырсыздығынан, біреу дұрыс шешім қабылдай алмауынан зардап шегеді. Мұндайда ата-бабаларымыз не ексең, соны орасың дейді. Яғни бүгінгі ісің, ертеңгі нәтижең. Ақыл дос, ашу жау. Ашуға берілген адам бір сәттік эмоциямен үлкен қателікке ұрынады.
кейін қанша өкінсе де уақытты кері қайтара алмайды. Сондықтан үлкендер ашу келгенде ақылды тоқтатпа, керісінше ақылды алға шығар деп үйреткен. Кейде адам өзіне өзі сенбей, менің қолымнан ештеңе келмейді деп ойлайды. Бұл да ішкі жаудың бір түрі. Сенімсіздік адамды әрекетсіздікке әкеледі. Ал әрекетсіз адам ешқашан нәтиже көрмейді. Сол үшін дана сөз бар: талаптыға нұр жауар. Яғни талап еткен, еңбектенген адам міндетті түрде жетістікке жетеді. Қарияларымыз тағы бір нәрсені жиі айтқан: еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Жалқаулық адамның ең үлкен дұшпандарының бірі. Ол адамды артқа тартып, уақытын ұрлайды, мүмкіндігін жояды. Ал еңбек адамды өсіреді, шыңдайды, өмірге бейімдейді. Өмірде біреуді кінәлау оңай, бірақ жауапкершілікті өз мойныңа алу нағыз ерлік. Себебі сол сәттен бастап сен өзгеруге мүмкіндік аласың. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені, жауапкершіліктен қашпа деген сөздер де осыны меңзейді. Адам өзін жеңе алған кезде ғана шынайы еркіндікке жетеді. Ол енді ашуға емес, ақылға, жалқаулыққа емес, еңбекке, қызғанышқа емес, қанағатқа сүйенеді. Мұндай адамды ешқандай сыртқы жау жеңе алмайды. Сонда өмірдің ең үлкен сабағы мынау: сенің ең үлкен жауың өзіңді тоқтататын ойларың, әлсіздіктерің, әдеттерің. Ең үлкен досың өзіңді алға жетелейтін сенімің, сабырың, еңбегің. Өзіңді түзе, сонда өмірің түзеледі. Уақыт өте келе адам бір нәрсені анық түсіне бастайды. Өмір тек сыртқы жағдайлардың жиынтығы емес, ол ішкі күйіңнің айнасы. Ішің тыныш болса, сыртқы әлем де жайлы көрінеді. Ал ішің алай-дүлей болса, бәрі қиын, бәрі әділетсіз болып сезіледі. Сондықтан да ата-бабаларымыз ішіңе үңіл, сыртың өзінен өзі түзеледі деп бекер айтпаған. Адам өзін тәрбиелемей, бала тәрбиелей алмайды дейді. Бұл сөз тек балаға қатысты емес, жалпы өмірге қатысты. Егер адам өз ашуын тыя алмаса, сабырсыз болса, ертең ол сол мінездің жемісін өзі көреді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген нақыл да осыны меңзейді. Тағы бір маңызды мәселе – тіл. Кейде адам өз жауын өзі сөзбен жасап алады. Ойланбай айтылған ауыр сөз біреудің жүрегіне жара салады. Сол үшін дана халқымыз жақсы сөз жарым ырыс, тіл қылыштан өткір деп ескерткен. Өз тілін тия алмаған адам да өзіне жау. Өмірде кейбіреулер менің жолым болмайды деп жиі айтады. Бірақ олар бір нәрсені байқамайды. Олар әрекет етпейді, тек күтеді. Ал ата-бабаларымыз күткенде емес, әрекет еткенді жоғары бағалаған. Қимылдаған қыр асады дейді. Яғни қозғалған, әрекет еткен адам ғана межесіне жетеді. Бақ қонатын құс, ұстай алмасаң ұшып кетеді. Бақ келгенде оны ұстап қалу үшін де дайындық керек. Ол дайындық еңбек, сабыр, тәртіп. Ал егер адам дайын болмаса, мүмкіндік келсе де оны пайдалана алмайды. Адамның тағы бір ішкі жауы – тәкаппарлық. Өзін бәрінен жоғары қою, өзгелерді менсінбеу ақырында адамды жалғыз қалдырады. Кішіпейілділік кісіліктің белгісі дейді. Кішіпейіл адам әрқашан құрметке ие болады, ал тәкаппар адам бір күні өз мінезінің құрбаны болады. Өмірдің тағы бір ақиқаты – адам өзіне адал болмаса, ешкімге адал бола алмайды. Сондықтан қарияларымыз ар-ұят адамдықтың белгісі деп үйреткен. Арын сақтаған адам ешқашан адаспайды. Кейде адам өткеніне өкініп, өзін жегідей жейді. Бірақ өткенді өзгерту мүмкін емес. Одан сабақ алып, алға жүру ғана маңызды. Өткенге салауат, келешекке аманат деген сөз осыдан шыққан. Осылайша өмірдің әр кезеңі адамға бір шындықты үйретеді. Сен өзіңмен күреспей, өмірмен күресе алмайсың. Сен өзіңді түсінбей, өзгені түсіне алмайсың.
Сен өзіңді жеңбей ешбір биікке жете алмайсың. Адамның ең үлкен жауы өз ішіндегі тәртіпсіздік, ал ең үлкен жеңісі сол тәртіпті орнату. Өзіңе ие бола білсең, өмір саған бағынады. Осыны түсінген адам ешқашан адаспайды. Ең алдымен өз қателігіңді мойындауды үйрен. Ашуға берілме. Бір сәттік ашу өмірлік өкінішке айналуы мүмкін. Күн сайын өзіңді сәл болса да жақсартуға тырыс. Жалқаулықпен күрес, ол сенің ең жасырын жауың. Уақытыңды қадірле, ол қайтып келмейді. Әр сөзіңді ойланып айт, тіл сенің айнаң. Өзгелерді кінәламас бұрын өзіңе қара. Сабыр сақта, асығыстық қателіктің бастауы. Қанағатшыл бол, барға шүкір етуді үйрен. Өз-өзіңе сен, сенім жеңістің негізі. Кішіпейіл бол, тәкаппарлық адамды құлатады. Еңбектен қашпа, еңбек табыстың кілті. Жақсы адамдармен аралас, орта адамды өзгертеді. Қорқынышқа емес, әрекетке сүйен. Өз ойыңды басқар, теріс ой, теріс нәтиже береді. Әр күнді бос өткізбей, пайдалы іспен толтыр. Кешіруді үйрен, тек өзіңе ауыр жүк. Ар намысыңды жоғары қой, ол сенің тірегің. Аз сөйле, көп тыңда, даналық солай келеді. Мақсатсыз өмір, бағытсыз кеме сияқты. Өзгелермен емес, кешегі өзіңмен жарыс. Кішкентай істерді де жауапкершілікпен атқар. Үмітіңді үзбе, қараңғылықтан кейін жарық келеді. Денсаулығыңа көңіл бөл, ол ең үлкен байлық. Білім ізде, білім адамды биіктетеді. Уәдеде тұр, сенімді адам бол. Өз сезіміңді басқара біл, олар сені басқармасын. Қиындықты сынақ деп қабылда, ол сені шыңдайды. Артық ойдан арыл, қарапайым болуды үйрен. Әр күніңді шүкіршілікпен баста. Уақытыңды босқа өткізбе, ол ең қымбат байлық. Өзіңе өтірік айтпа, шындықпен өмір сүр. Әр ісіңе жауапкершілікпен қара. Жақсылықты көп күтпе, бірақ өзің көп жаса. Сабыр сақта, бәрі уақытпен келеді. Ашуды ақылмен жең. Қанағатшыл бол, бақыт сонда. Өзгелерді құрметте, өзің де құрмет көресің. Еңбексіз ештеңе келмейді, әрекет ет. Қателіктен қорықпа, бірақ одан сабақ ал. Жүрегіңді таза ұста, ниет бәрінен маңызды. Жаман ойдан аулақ бол, ойың тағдырыңа әсер етеді. Ар ұятты жоғалтпа, ол адамның тірегі. Әр қашан үйренуден жалықпа. Жақсы орта таңда, ол сені қалыптастырады. Өз жолыңмен жүр, өзгенікіне еліктеме. Кішкентай қуаныштарды бағала. Уәде берсең орында. Тілге сақ бол, сөз жаралайды да, емдейді де. Кешіре біл, жүрегің жеңілдейді. Өткенге өкпелеме, болашаққа сеніммен қара. Қиындықты мүмкіндік деп қабылда. Өзгелердің пікіріне тәуелді болма. Қарапайым бол, шынайылық ең үлкен күш. Артық дүниеге емес, рухани байлыққа ұмтыл. Күн сайын өзіңді дамытуға уақыт бөл. Жақсы сөз айтудан жалықпа. Әр кеште өзіңе есеп бер. Өзіңді жеңу ең үлкен жеңіс. Адамның ең үлкен жауы өз ішіндегі әлсіздік. Ашуға ерік беру, ақылдан айырылу. Жалқаулық үнсіз жоятын жау. Сабыр қиындықтың кілті. Қанағат шынайы байлықтың белгісі. Өзгелерді кінәлау өзіңнен қашу. Әр қателік сабақ, егер түсіне білсең. Тәртіп жоқ жерде нәтиже жоқ. Ойың қандай болса, өміріңде сондай болады. Кішіпейілділік адамды биіктетеді. Тәкаппарлық құлататын күш. Әр әрекетің болашағының іргетасы. Уақыт орны толмайтын қазына. Жақсы сөз жүрекке жылу береді. Тек сақтау, өзіңді жазалау. Еңбек табыстың жалғыз жолы.
Өзгеріс өзіңнен басталады. Ар-намыс адамның шын байлығы. Өзіңе ие бола алсаң, өмірге ие боласың. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.